Қараев Мұхамбет Амантұрлыұлы 1962 жылы 11 қаңтарда Тұщықұдық ауыл советінде дүниеге келген. Бейнеу ормандар және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесінің директоры. Осы салада 12 жыл қызмет жасады. Жалпы еңбек өтілімі 42 жыл. Бейнеу ормандар және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі орман алқабының көлемі 59.789 гектарды құрайды. Алматы қаласындағы Гончаров атындағы Қазақ автомобиль жол институтының автомобильдер және автомобиль жол шаруашылығы мамандығын тәмамдаған. Қазақстан Республикасының мемлекеттік марапаттарының иегері. 2005 жылы Қазақстан Конституциясына 10 жыл, 2011 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл, 2015 жылы Гордость экономики орденімен марапатталды. 2016 жылы Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл, Маңғыстау облысына 35 жыл, Маңғыстау облысына 40 жыл. Бейнеу ауданына 45 жыл төсбелгісімен және Бейнеу шапағат қайырымдылық қорының медалімен марапатталды. Сонымен қатар 2015 жылы Қазақстан Республикасы президентінің, облыс әкімінің, аудан әкімінің алғыс хаттарымен марапатталған. Бейнеу ормандар және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесінің директоры Қараев Мұхамбет Амантұрлыұлы Бейнеу ауданының әртүрлі саласында қызмет атқарып келеді. Жалпы еңбек өтілімі 2007 жылдан бастап аудандық төтенше жағдайлар жөніндегі комиссия мүшесі құтқару тобына жетекшілік етеді. Азамат Қараев Мұхамбет Амантұрлыұлы бірнеше жылдан бері далада көліктері бұзылып қалып қойған, адасып кеткен адамдарды іздеу жұмыстарына қатысып келеді. Мысал қалсақ, 2012 жылғы қысты боранда қатынас болмай қалған ауылдарды тікұшақпен аралау, тамақ жеткізу, ауырған ана, сәбилерді орталық емханаға жеткізу. 2015 жылдың қараша айында Оғыланды жеріндегі Бекет ата мешітіне зираттауға бара жатып, адасып кеткен Алматы және Батыс Қазақстан облыстарының 8 тұрғынын 2015 жылдың қараша айында Есет тауының етегінде көліктері бұзылып, 3 күн далада адасып кеткен Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласының 3 тұрғынын 2016 жылдың сәуір айында көліктері бұзылып, 5 күн далада адасып кеткен Теміржол жөндеу жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2 жұмысшысын, сонымен қатар 2019 жылдың 24 маусымында Атырау облысы Жылой ауданының аумағында орналасқан Желтау тауындағы Шолабай моласының маңынан көліктері бұзылып 4 күн далада адасып кеткен Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласының 2 тұрғынын іздеп табуға көмектесті. Өзінің тікелей міндетіне жатпаса да, ерікті түрде ауа райының қандай екеніне қарамастан әрқашан азаматтардың амандығы үшін дайын тұратын азаматтардың бірі.